Көкең мен таңғы ас деп қояйын ба? Көке, қалайсыз? Қалай демалып тұрдыңыз? Жақсы. Атыраудың ауа райы ұнап отыр ма? Мына жер не болып тұр ма? Қараңғы ақ болып тұр ма? Атыраудың ауа райы ұнап отқанда ештеңе жоқ. Шәйді кішкентай стақан құйып отырсың. Ас болсын. Сен артынан түсіріп отыр деп тағы ұрсасың ба? Түсіре бер, артымнан да, алдымнан да бәрі жана. Сен түсірем ғой сөйтіп. Мен камерадан ұялмаймын, ол уақыттан кетіп қалдым камерадан ұялатын уақыттан деп қояйын. Ана жер просто күнге шағылысып тұр. Бүгінде өздеріңіз білесіздер, күн ысыда далаға шықтым. Бір Көкеммен бірге бір салонға барып келдім, көлік салонына. Мен видео түсірген жоқпын, ыссы болып, менің каналыма түсірген жоқпыз ештеңе. Содан кеш болып қойшым, шай тамақ ішіп болып, ыдыс жуып болып. Енді Көкеңе далаға шығып келдік деп айтайын деп тұрмын. Дала кішкене нормально болған сияқты. Терезеден қарасаң, күшті болып тұр былай. Енді не болғанда да төменге шығып, таза жұтып келейік, даланың ыссы болсын, салқын болсын, әйтеуір кеш болды ғой деп айтып көрейін қазір Көкеңе. Жүрші, далаға шығып келейікші деп не дер екен. Бірге тамашалаңыздар деймін ба. Мынау осы үйдің мысығы. Ертең менің мысығым келеді, кстати. Ертең қызым келеді, әже келеді. Менің мысығым келеді. Ей, төбелеспейсіңдер да? Менің мысығыма тимейтін шығарсың да? Тұрсты қара. Мен видеоға түсіріп отырмын ғой сені. Атың кім еді сенің? Пушок. Ей, кетер. Көке, не істеп отырсыз? Не болды? Мен аңдайтын болған соң. Далаға шығып келейік, мен далаға прогулке апарып келші. Қалай жетектеп келесің? Иә. Мәз болдың? Кет шығар. Апарып қойын? Апарасың ба? Апарайын. Қайда апарасың? Просто мына жерде дордың орнында. Жерде айналып. Мусор төгіп келу керек. Жоқ, мен сені шығарайын, сен төгіп кел. Иә. Неге мен жүріп тұрсың вообще сен? Просто не болды? Қатырасың да? Иә, қатырам. Мен де сені сөйтіп түсіремін ғой, төгілді сан. Жүр кеттік. Ұйықтап жатқан жерден түсіремін. Давай. Сен көрмейтпейсің, негізі менен гөрі. Ой, алла. Мен жаттым. Жатағын өттім. Қайттан жаттым. Камеранды былай әрі алып кетемін, қайттан жата қалып көріңіздер. Кеттік жүр. Шығайық далаға. Далаға алып шықтым ғой Көкеңді. Есік алдына. Есік алдына ұзап кеттік, жүріп кетір. Қайда алып кетір екен, монша алып кетір ме екен деп қарап кеттім, моншаның астына өтіп қалды. Оказывается, монша емес екен, бұл әрі тағы білем. Монша далаға. Сен айттың далаға шықсақ болды, қолынан бүйтіп ұстап жүрсең болып тұр. Ұстап келдім енді. Қайдан білейін, моншаға қарай кетіп қалсын. Пимасына сүртпейсің? Сүрттім. Қолымнан ұсташеш? Не болды? Қолымнан ұстай біледің ғой. Бүйтіп ұстап келдің ғой, неме. Камераны жібергеннен кейін ұстамай қалады. Ұстап келдің. Дос, абрикос деп кәді. Қайда батырық сонымен? Бүлікеңді күшті саябақ қылып келдім ғой. Атыраудағы. Қайда білесің, ол жақта саябақ бар екен? Білім, барып жүрмін саябаққа. Жүрген жерінде парк, саябақ іздеймін ғой. Атыраудың саябақтарын біледі екен. Көрейік қазір қандай саябаққа апаратынын. Мына жақта моншадан көп жатсақ, моншадан өтіп кетеді, тағы монша кетір мына жерде. Таза монша дейді. Иә. Моншаны көрсеттің ғой, Нағашиен екен. Нағашиен деген моншадан өтіп кеттік. Мынау саябаққа алып кеткен жоқсың ба? Ішінде дым жоқ? Қап-қараңғы, дым жоқ ішінде. Мына жерде кішкене желі бар екен. Парк таба алмай қалыпты, ақыры. Тугистен іздеп жатыр. Свет не то түсіп тұр мына жерге. Мынау міне алып келген парығы. Қазір көрсетем дұрыстап тұрып. Бұлай түсір деп жүрсін қараш. Алға түсіп алып, мені тастап кетті. Не, мені тастап кеттің? Бұлай түсір деп. Түсір, әлі түсір. Өзің түсірмейсің ба, түсіргіш болсаң? Далаға шығып алып. Кетші бар, бетін табақтай болмайын. Сөйтіп айтады ғой, не табақтай болып күліп жүрсіңдер, беттерің табақтай болмай, не ба не?
адамдар. Ана жерге барып отырайық та. Бірталай жүрдік қой. Ой. Осы айналада тұратындарыңыз бар ма? Мына жерде паркқа шығып отырасыздар ма вообще? Мына жерде кішкене ауа жақсы екен. Ана орталықта біз отырған жеріміз дым ауа жоқ. Мына жерде күшті шет жағында жел бар екен. Кәдімгідей. Мына жерде свет жоқ, қараңғы. Бірақ бұрында Атыраудың масасынан қорқатын едік. Қазір маса жоқ, жақсы екен, жақсы болып тұр екен. Аллаға шүкір. Мінеке парктың дәл ортасында ятық. Мына жерде балалар отыр. Мына жерде бір қыз отыр, гитара үйреніп. Қақ ортасына келгенде жел болмай қалды ғой. Жел емес. Солай болып қалды. Шет жағы жақсы кішкене ауа жүріп қатты. Ауыл сияқты емес дейсің. Ауылға келсек, қалаға келгіміз келеді, қалаға келсек, ауылға кеткіміз келеді. Ал, қара кім ол екен? Сен көзің, ар жағында тұрма. Сен көзің көргіш қой. Кім дейді? Салық Зиманов дейтін ағамыз. Ұзыннан көрсету керек та, алыстан. Анау нені көрсетіңізші дейді, памятникті. Жоқ, енді ұзыннан көрсетейін, сыймай жатыр ғой. Мынандай памятник. Оның жерін бәрі көрмейді, қап-қараң болып тұр. Не осындай? Кім екен ол? Танымаймын. Қаныш, ол кім? Ол кім екен? Кітапшы ма? Кітапшы деген болмайды, жазушы. Жазушы ма? Кітап жазатын кісі ма? Осының кітаптары бар, Естуің бар деп қойынша. Сен көп оққансың ғой, білесің ғой. Деймін. Деймін. Бүгін ауылдан мамам келді, және қызым келді. Бәріміз келіп, мәре-сере болып жатырмыз. Еще Мила келді. Мила деген мысық келді. Осы үйдегі мысық екеуі бір-бірінен қорқып. Ойбай қасқа. Мына жерде тығылып жатыр осы үйдің мысығы. Шошып кеттің ғой көзім бақырайып. Тығылып жатқан жеріңе көз бақырайып маған қарап тұр. Кімді алып келді? Ана біздің мысықтан қорқып жүр ғой. Еще. Қорқпа, тимейді, біздің мысық жұбас. Қайынсіңлім ет салып қойған. Қазір мен нан илейін деп жатырмын. Жайын деп жатырмын. Бешбармақ пісіп қалды уже. Так, бешбармағымыз пішіп қалды. Міне бешбармақ. Қазір обедте жейтін боламыз. Бір жағынан қайынсіңлім өзі жол жоқ батқасын. Біз осы үйде бола тұрамыз. Сол, достар, өздеріңізде не жаңалық бар? Қап-қара болып кеттім. Кеше біздер күн жаққа далада бір шаруамен шығып келіп едік. Күйдім қап-қара болып. Бүгін қазір обедтен кейін тағы шығуым керек. Айтпақшы, достар, менде заттарым келді. Полный товар бар, менде наличие товарлар бар. Алам десеңіздер, төмендегі телеграмға, ватсапқа шыға берсеңіздер болады.